Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Эдисон Кавани жақын арада Вильярреалға келіп қосылады. Екі тарап әлі келісім шартқа отырған жоқ. Бірақ бірнеше күн бұрын Вильярреал бас бапкері Унай Эмери Каваниге тікелей хабарласып сөйлесті. Және Кавани Ла Лигаға келуге қарсы емес. Бірақ Вильярреал үшін Каваниді командаға қосуға бір кедергі бар. Ол жалақы қорының аздығы. Эмериге командаға Каваниді қосу үшін Вильярреалдағы ең көп жалақы алатын Пако Алькасерді сату керек, немесе жалға беру керек. Әлі ешқандай нақты ақпарат жоқ. Бірақ келісімшарт 2 жылға жарамды болады деген болжам бар. Ал Пако Алькасерді Селта сатып алғысы келіп отыр. Кеше Le Parisien басылымында шыққан ақпарат бойынша ПСЖ Неймарды Бернарду Силвамен алмастыру бойынша ұсыныс тастаған. Бірақ бұл ұсыныстан Манчестер Сити бас тартты. Бүгін Пеп Гвардиола осы мақала бойынша сұхбат берді. Кешіріңіз, бірақ бұл өтірік. Сіздердегі ақпарат шындыққа жанаспайды. Мен үшін Неймар керемет ойыншы. Сити жыл сайын 150-ден астам ойыншыны сатып алғысы келеді. Бірақ дәл қазіргі уақытта ешқандай клубтан ешқандай ұсыныс түскен жоқ. Сити Бернардуды Неймармен алмастыруға келіспегенімен оны сатуға дайын. Танымал инсайдер Хеленде Кондистің хабарлауынша, Хавидің осы жаздағы басты мақсаты Бернарду Силваны сатып алу. Оның айтуынша, бапкер Де Йонгтың кеткісі келмегендігіне қарамастан, Силваны голландиялықтың орнына қолданғысы келеді. Испандық Мунда Депортива басылымының хабарлауынша, Барселона Сити мен Бернарду Силваны 79 миллион еуроға сатып алуға келісіп қойған. Бірақ қазір Барселона Де Йонгтан түсетін ақшаға қарап отыр. Олар голландиялықтың трансферінен 73 миллион еуро алғысы келеді. The Telegraph басылымының хабарлауынша, Арсенал әлі ұсыныс жасамағанына қарамастан, Юри Тилемансты сатып алатындарына сенімді. Жартылай қорғаушының Лестермен келісімшарты келесі жылы аяқталады. Сондықтан оны арзан бағаға сатып алуға болады. Бельгиялыққа Манчестер Юнайтедте қызығып отыр. Бірақ олар ойыншыны сатып алуға ешқандай әрекет жасап жатырған жоқ. Журналист Хелена Конденің хабарлауынша, Барселона әлі де Де Йонгты сатқысы келеді. Голландиялық бірнеше рет Камп Ноудан кеткісі келмейтіндігін айтқан болатын. Бірақ ойыншы Барселонаға керек емес. Және каталондықтар Де Йонгты Юнайтедке ауысуға көндіре алатындарына сенімді. Челси Жюл Күнде үшін Севильяға 60 миллион еуро ұсынды. Севилья бұл ұсынысты қарастырып жатыр. Егер басқа клубтар Челсиден көбірек ұсынбаса, онда ойыншы Лондонға кетуі мүмкін. Қазір Күнде үшін Барселонада таласып жатыр. Егер каталондықтар Күнде үшін Челсиден де көп ақша ұсынса, лондондықтар бағаны 80 миллион еуроға дейін көтеруге дайын. Трансферлік терезе ашылғаннан бері Манчестер Юнайтед Де Йонгты сатып алу үшін жалғыз өзі Барселонамен келіссөздер жүргізіп келе жатыр. Бірақ бұл жарысқа қызыл сойқандар жалғастырамасын деп тағы бір ойыншы қосылмақшы. Foot Mercato басылымының хабарлауынша, Челси Де Йонг бойынша Барселонаға ұсыныс дайындап жатыр. Челси Барселонаға голландиялықты сатып алғысы келетіндігін хабарлап қойды. Және алдағы бірнеше сағатта Барселонаға ойыншы бойынша ұсыныс тастайды. Ұсыныс бойынша нақты ақпарат әлі жоқ. Манчестер Юнайтед Барселонамен Де Йонг үшін 73 миллион еуро және тағы бонус ретінде 9 миллион еуро төлеуге келіскен. Фабрицио Романоның хабарлауынша, Челсиге Де Йонгты сатып алу қиынға соғады. Біріншіден, голландиялық Каталониядан кеткісі келмейді. Екіншіден, Барселона Эймеумен келісімге келіп қойған. Бірақ менің ойымша, егер Челси көбірек ұсынса, Барселона Челсимен де келісуге дайын. Барселона ресми түрде Левандовскийді таныстырды. Және трансфер жайлы барлық ақпараттар белгілі болды. Трансфердің құны 45 миллион еуро. Және тағы 5 миллион бонус. Бұл бонустар не үшін екені әлі белгісіз. Левандовскийдің кету сомасы 500 миллион еуро болып бекітілді. Левандовскийдің трансфері бойынша Баварияның бас бапкері Юлиан Наглсманн сұхбат берді. Барселона ақшасы жоқ болса да жаңа ойыншыларды сатып ала беретін жалғыз клуб. Олар бұны қалай істеп жатқандығын мен түсінбеймін. Бұл біртүрлі секілді, деді неміс маман. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық.
және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.